Ештеңе өзгерген жоқ. Мемлекеттік күзет Назарбаевты қорғауды жалғастырады. Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің қорғауында қалады. Ол туралы жаңа құжатта, жаңа конституцияда елбасы ұғымының болмауына байланысты бөлек аталмаған деп жазады Адырна арнасы. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 17 шілдеде мемлекеттік күзет қызметі туралы ережеге өзгерістер енгізген жарлыққа қол қойды. Қағиданың жаңартылған редакциясына сәйкес, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының басқа да күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін ұйымдастыру және үйлестіру жөніндегі тармақ алынып тасталды. Енді қорғау міндеттерінің ішінде бірінші тармағында Қазақстан президентінің және басқа да қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету көрсетілген деп хабарлады парламенттің төменгі палатасының заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрайымы Снежанна Имашева. Қазақстанның тұңғыш президенті осы басқа да қорғалатын тұлғалардың бірі. Бұрынғы президенттер Қазақстан Республикасының президенті туралы заңға сәйкес қорғауға жатады. Яғни жалпы алғанда ештеңе өзгерген жоқ. Ал қаулының өзі өзгерді, себебі енді елбасы, тұңғыш президент және де тағы да басқа сөз тіркестері нормативтік құқықтық актілерден алынып тасталды. Конституцияға және де өзге де заңдарға сәйкес әрекет етеді, деді парламент. 15 ақпанда Тоқаев республиканың тұңғыш президенті және ұлт көшбасшысы туралы заңның күшін жою туралы заңға қол қойды. Енді Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті туралы заңның барлық экс-президенттерді қамтамасыз етуді реттейтін нормаларына бағынады. Экс-президенттерге тек пәтер және қажетті қызметтері бар мемлекеттік саяжай, оққағарлар, жүргізушілері бар жеке көлік, сондай-ақ ел бойынша тегін жүру, медициналық қызмет көрсету және санаторий-курорттық емделу қарастырылған. Бұған дейін Конституциядан Назарбаевқа қатысты сілтемелер алынып тасталды.